Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Жалпы көкөніс шырындары салауатты өмір салтын ұстанушылар арасында өте танымал. Таңғы асқа көкөніс шырынын ішу пайдалы. Ол ағзаны тазартады, артық салмақтан арылтуға септігін тигізеді. Сондай бір көкөністердің бірі ол қызылша. Қызылша шырыны қызанақ немесе қияр, банан шырыны сияқты танымал емес. Көбісі қызылшаның өзі сияқты оның сусыны да ішті өткізеді деп қорқады. Негізінен бұл өнімнің пайдасы көп және сонымен қатар зияны да бар. Бірден айта кететін нәрсе, қызылша шырыны құрамында көптеген белсенді компоненттер бар. Соның ішінде іш жүргізетін әсері зор. Шырын жаңа піскен қызылшадан алынғандықтан, оның құрамында асқазанның шырышты қабығына тітіркендіргіш әсер ететін жеміс қышқылдары, қымыздық, лимон және алма көп мөлшерде болады. Сондықтан қызылша шырынын мына жағдайларда ішуге болмайды. Біріншіден, асқазан аурулары бар ересектер мен балаларға, құм немесе бүйрек тастары болған кезде белсенді қышқылдар тастардың өсуіне ықпал етеді. Бүйрек жеткіліксіздігі болған кезде иондар мен қышқылдардың көп мөлшері бүйректі белсендірек жұмыс істеуге мәжбүр етеді, сондықтан болмайды. Ішектің қабыну ауруларында өйткені процестің шиеленісі және өте жағымсыз белгілер даму қаупі жоғары болады. Созылмалы диареяның кезінде өнімде қанттың көп болуына байланысты бірінші типті қант диабеті бар адамдар қызылша шырынын қолданғанда өте сақ болған жөн. Және ревматоидты артритпен ауыратын адамдарға болмайды. Ішектер кенеттен әрекет етуі мүмкін. Басқалар қызылша шырынын іше алады, бірақ тұтыну мөлшерін бірте-бірте стаканның 1/4-нен бастап жартысына дейін, содан кейін толық 1 стаканға арттыру маңызды. Бұл өнімге және оның компоненттеріне жеке реакциялары бақылау үшін керек болады. Қызылша іш жүргізетін әсерімен танымал болғандықтан қызылша шырынын аш қарынға және таңертең тұтыну бірнеше сағаттан кейін диареяны қоздырады. Қызылшаның өзімен салыстырғанда шырынның құрамында талшық өте аз болса да, шырынның құрамында органикалық қышқылдар мен белсенді қосылыстар ішекке өттің күрт бөлінуін арттырады. Бұл диареяны тудыруы мүмкін. Тамақтаннан кейін жоғарыдағыдай әдіспен ішіп ағзаны бақылауға болады, яғни жай-жайдан мөлшерін көбейтіп отырасыздар. Гипертонияға пайдалы. Жоғарыда айтқанымыздай, қызылша құрамында табиғи гипотензивті компоненттер, азот қосылыстары бар, олар ағзада азот оксидіне айналады. Ол қан тамырда биологиялық белсенді әрекетімен белгілі. Әрине, әсерді қысымға арналған препараттармен салыстыру мүмкін емес, бірақ гипертониялық науқастардың денсаулығын осы өніммен толықтыруға әбден болады. Шыдамдылықты арттырады. Жаңа піскен қызылшадан алынған шырын қан тамырларына әсер етіп, қан айналымын жақсарту арқылы төзімділік деңгейін арттыруға көмектеседі. Бұлшықеттер қан мен оттегіні көбірек алады. Бұл сізге тиімдірек жаттығуға көмектеседі. Сонымен қатар, көпшілігінде кездесетін анемияны болдырмайды. Темір тапшылығы анемиясы бар адамдар үшін қызылша шырыны темір тапшылығын арттыруға көмектеседі. Және теріні қорғайды. Антиоксиданттардың, қабынуға қарсы ингредиенттер мен С дәруменің жоғары мөлшері теріні сау ұстауға көмектеседі. Қызылша шырынын безеумен күресуге, теріні ағартуға, түс біркелкі етуге септігі зор. Көбінесе қызылша шырыны нәрлендіретін бет маскаларының бөлігі ретінде қолданылады. Токсиндерді жоюға көмектеседі. Қызылшадағы пектиндер ішекте пайда болған улы зат алмасу өнімдерін жоюға көмектеседі. Және ангинаны да емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр, бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды жаясыз. Ал мұрын бітеліп гайморит мазалағанда қызылша шырынын 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3-4 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін 1 дана шикі қызылшаны қабығынан тазартып, үкіштен өткізесіз. 1 стакан езілген қызылшаға 1 ас қасық алма сірке суын араластырып тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған тәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның 1 ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шайыңыз. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде
есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырын ішсеңіз, онда ми жақсарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. 1 стакан қызылша шырынан қан қысымын қалыпта ұстап, көңіл-күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде-ақ анық байқайсыз. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назар салыңыз. Ем үшін күніне 1 стаканның 3-тен 1 бөлігін қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үкіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамында бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс ауыр зат бұлшықетке салмақ салады, ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем ол қызылша шырыны. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырыны ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Өз көзіңізге өзіңіз сенбейтін боласыз. Өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алатын болады. Және шлактан тазалайды. Қызылша шырының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін ашқарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Бүгінгі ақпаратым осымен тәмам. Ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.